Мақпал Жүнісованың қызы жас кезіндегідей Мақпалдай сүлу және қылықты болып бойжетті деп жазуда желі қолданушылар. Зәкең екеуміз қосылғаннан кейін арамызда бала болмады. Сол жылы қатты күйзеліп жүрдік. Мен де шаршап кеттім. Зәкең де шындықты айтамын деп біраз адамдармен ерегесіп қалды. Бір күні менің бауырым үшінші рет қыз туған келінімізді үйден қуып жібермек болыпты. Сол хабарды Зәкеңе Құдай бізге бала бермей жатыр, мыналар берген баланы қабылдамай жатыр деп айттым. Ол кісі сол күні ұшып барып, мына қызды біз бауырымызға саламыз деді. Мерей үйге қалай келді, солай өміріміз шуаққа айналды. Бауырымның баласы ауыр болған жоқ. Өзім туғандай бағып, өсірдім. Апақ ешкі сатып алып, соның сүтін сауып бердік. Аулаға ешкі бағып, жағдайын жасағанда күндер болды деді әнші. Әншінің айтуынша, марқұм саясаткер қызына шындықты 18 жасқа толғанда айтамыз деп уәде берген. Алайда ол күнге жетпеген. Ол шындықты не үшін айттым? Қыз өсті. Оның үстіне Зәкең көзінің тірісінде Мерей 18-ге келгенде өзім айтамын деген. Сол кісінің аузынан шыққан сөз. Қыз 18-ге толды, мен айталмадым. 19 жасында да айталмадым. 20-ға жақындағанда айттым. Сол кезде ол жігіттермен кездесуге барады, танысады. Сосын келіп, руларын айта бастайды. Бір күні жігітіне албамын депті. Ол өтірік қой. Арғынның қызы, қара кесек. Сол кезде шындықты айтуға бекіндім. Өз тегін, руын білсін деп ойладым. Ертең күйеуге шыққанда өтіріктен бастайма деген ойлар да кетті. Зәкең айтамын деген, енді өзім айтуым керек деп шештім. Содан кейін ана жақтағы балалар оған хабарласып мазалай бастады. Сол себепті маған шындықты айту керек болды дейді халық әртісі.